Басында біздің әзірлеген әріптесіміздің бейне үзігі бар екен, ендеше назарларыңызға ұсынамыз. 100 нақты қадам ұлт жоспарында айқындалғандай жоғарғы оқу орындарында техникалық мамандарды даярлау бүгінгі заман талабы. Мәселен, елордадағы Қазақ технология және бизнес университеті осы бағытты өткен жылдан бері қолға алып отыр. Негізгі мақсат сұранысқа ие мамандықтар бойынша жеке-жеке кәсіп иелерін дайындау. Мұндағы мақсат біздің студенттер тек қана біздің мамандықтар атты басқа оқу орнында студенттер бар. Оқу жүрген кезде біз теория береміз де практикаға уақыт аз өзі неде жоспар бойынша. Енді біздің мақсатымыз сондай жаңағы табиғи жолмен келген нелердің барлығын кішкене орнына келтіріп, сауаттандырып, осы жаңағы жоғары білімді мамандардың қатарын сапалы деңгейге көтеру. Қазір енді саны бар, сапасы жоқтан, енді саннан біз сапаға қарай көшіп келетіміз. Оның бірден бір мысалы міне осындай дүние бердім. Болашақ мамандары теориялық білім алудан бөлек практикалық іс тәжірибені меңгереді. Озық елдерде табысты қолданылып келе жатқан модульді оқыту және дуальдік жүйе кәсібилікті арттыруға бағытталған. Басты талап қоғамға қажетті кадрларды даярлау, сол арқылы отандық кәсіпорындардың еңбек өнімділігін көтеру. Тиісінше осы бағыт тәжірибелі мамандардың көбеюіне ықпал етпек. Қазірдің өзінде аталған оқу орнында 3000-ға жуық студент білім алуда. Оның әрқайсысы бөлек-бөлек сала бойынша оқып жүріп, өндіріске тартылмақ. Мен тігін саласын таңдаған себебім бала кездегі арманым. Болашақта еліме үлкен қызмет еткім келеді. Тігіп осы Айда Кауменова, Берік Исмайловтар сияқты қазақ саласын дамытқым келеді. Шетелдерде білім алып, Қазақстанға үлкен қызмет етіп, киімдер тігіп, қазақ әшекейлерін, қазақтың орнаменттерін дамытқым келеді. Ұлт жоспарында тағы бір мәселе көтерілген. Ол мүмкіндігі шектеулі жандардың білім алып еңбекке араласуы. Аталған жоғарғы оқу орны бұл бағытты да қамтамасыз етуде. Ол үшін қашықтықтан оқыту жүйесі тиімді болып отыр. Оқытушылардың айтуы бойынша олардың мүмкіндігі шектеулі болғанымен еңбекке деген құлшынысы жоғары. Дуалдық оқыту жүйесі бойынша да бізде қазір осы тігін өндіріс және киімдерді модельдеу мамандығынан биыл бастап отырмыз. Осы мамандық бойынша біз мемлекеттік гранттар алып, балаларды қазір дайындап жатқан жағдайымыз бар. Бұл жерде бұның болашағы, бұл енді өндіріс пен оқу орнының бір-бірінен байланысты күшейту мақсаты ғой. Егер де тек қана Астана қаласына алып қарайтын болсақ, мұнда тек қана қызмет көрсету саласы ғана дамыған, яғни үлкен өндіріс ошақтары жоқ болғандықтан қызмет көрсету саласында да дайындап отырмыз. Ал енді жаңа мұнай газ саласында бізде Атырау мұнай өңдеу зауыты, Шымкент мұнай өңдеу зауыттары, сондай жерлерде бізде студенттеріміз өндірістік тәжірибеден өтіп жатыр. Жоғарғы оқу орындарында ағылшын тілінде оқыту кезең-кезеңімен жүзеге асырылып, болашақта студенттердің сапалы білім алуына жол ашпақ. Қазірдің өзінде жоғарғы оқу орны 6 мемлекетпен халықаралық меморандумға қол қойған. Жүйелі оқыту мен практикалық дайындықтың арқасында дизайн, тамақ өнеркәсібі және тағы басқа да салалар қамтылуда. Бұл бүгінгі қоғамға ауадай қажет мамандықтар. Жеңіл өнеркәсіп жыл сайын 3000-ға жуық мамандармен толығады, алайда қазіргі сұраныс одан да жоғары. Ал осы жастар келешекте ел өндірісін дамытып, саладағы олқылықтардың орнын толтыруға сеп болатындығы сөзсіз. Жастарымыз